Желіде шұғыл ақпарат тарады. Сәлеметсіздер ме, қымбатты көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып біліңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Атырау көшесінде ер мен әйелдің мәйіті табылды. Атырау көшелерінің біріндегі көп қабатты үйдің артынан екі адамның мәйіті табылды. 42 жастағы әйел мен 34 жастағы ер адамның мәйітін жылу трассасынан табылған. Атырау облысының полиция департаменті мәліметінше, олардың денесінде жарақат болмаған. Өлім себебін анықтау үшін мәйіттер сот медициналық сараптамасына жіберілді дейді полиция. Танымал әнші жайлы жылдам ақпарат. Жылап Қайрат жайлыда талай әңгіме айтты. Әбдікаримованы сотқа берген астаналық әйел мән жайды баяндады. Диляра Тәжімбетова жолдасы күрес федерациясының вице-президенті екенін және арзанушы Жұлдыз Әбдікаримовамен шынымен де кездескенін растады. Танымал актриса Жұлдыз Әбдікаримова алаяққа алданып, не пәтерсіз, не жер үйсіз қалғаны жайлы айтып жүр. Қазір бұл фактіге қатысты қылмыстық іс қозғалып, Диляра Тәжімбетова куәгерден күдіктіге айналған. Бірнеше күн бұрын арнайы баспасөз мәслихатын өткізген Жұлдыз Әбдікаримова Диляра Тәжімбетованың күйеуі Нұржан Қатаев деген азамат өзін қорғатқанын мәлімдеген. Ашық дерек көздер Нұржан Қатаевтың спортшы екенін айтқан еді. Бүгін журналистерді жинап баспасөз мәслихатын берген Диляра Тәжімбетова жолдасы күрес федерациясының вице-президенті екенін және арзанушы Жұлдыз Әбдікаримовамен шынымен де кездескенін растады. Оны қоқан-лоқы деп айтатын болса, басынан түсіндіріп берейін. Соңғы кездесуде менімен бірге жолдасым ғана болған жоқ. Жұлдыздың қасында Федор деген заңгер мен Қайрат Нұртасым Марат деген ағасы келді. Менің қасымда жолдасым және компанияның заңгері болды. Жұлдыз қатты ашуланып эмоцияға берілді. Менің жолдасым сол кезде: "Жұлдыз, сізге не болды? Талай үйге келіп шай ішіп жүрдіңіз, талай әңгімелесіп жүрдік, талай жылап келдіңіз. Сіздің жағдайыңызды түсініп, қол ұшымызды бергенімізге кінәліміз бе?" Қайрат жайлыда талай әңгіме айтты. Сол сәтте Жұлдыз эмоцияға беріліп, "Араласпа" деп айқайлады. Менің жолдасым кеудесін ұстап, "Астафираллах" деп кетіп қалды. Бар болғаны сол. Одан басқа кездесу ұрыс өзге қоқан-лоқы жасау болған жоқ дейді Тәжімбетова. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.